Мен Исина Марияш, Миша қызы. Осы 25-ші үйдің 20-ші квартирында 4-ші этажда тұрам. Мынау деген бір 2-3 күн бұрын болған жағдай, осындай кішкентай балалар қайтыс болып жатыр. Мынау деген масқара, бізге көршілеріміз ешқандай айтқан да жоқ. Біз бейхабар отырған адамбыз. Үйімізге участковый келіп, есігімізді қағып, апа осындай отравление болып жатыр, білесіз ба деді. Мен ештеме білген де жоқпын. Сосын далаға шығыңдар деді. Далаға шықсақ, астында 1-ші этажда осындай жағдай болып жатыр. 2-ші этаждың 11-ші квартирасының қызын реанимацияға алып кеткен. Оғыз әлі реанимацияда жатыр. Мынау деген біздің Ақтауға қанша үй осындай жағдайда болып жатыр. Бұл деген сеске барып, бұл үйлер деген адамдары айту керек қой. Ескерту керек, көршілерге ескерту керек. Сонда барлығымыз осындай болып қырыла беруімізге жергілікті сес, әкімшілік бұны бір қатаң қолға алу керек. Телевидение болса, телевидениелерге шығып, бүкіл жектің бастықтары қайда барлығына ешқандай ескерту бермесе, онда бұл үйдің адамдарын бір жерге неге қосу керек. Штраф па, не қыл дейді, айыппұл төлеу керек. Айыппұл төлесін. Сосын мынау деген менің өзімнің пікірім, бүкіл Қазақстан осы Маңғыстау болсын, басқа облыстарда кешеде 4 бала қайтып жатыр ғой, оттан болып жатыр. Құдай сақтасын, ондайдан арман қалсын. Мен өзім ана болғаннан кейін, әже болғаннан кейін, мен мынандай жағдайға тіпті адам көңілсі келмейді. Обал ғой балдарға, обал, ана 11-дегі қыз не көрді ол? Қазір реанимацияда жатыр мысалы. Мынау деген масқаралық. Айдың күннің аманда біз жауды даладан күтпейміз, өзіміздің астымызды, өзіміздің көршілерден келіп жатыр жау деген. 1-ші этаж, 5-ші квартира. Еще бұлар келгенде, мен жерде скорыйың болды, ТЖБ, түгел, пожарный түгел тұрғанда, даже мен куә болып тұрым, үйіне кіреміз, қараймыз деген кезде, анар Әзербайжан кісі үйіне кіргізбей бүкіл қырылып төбелесіп жатыр. Өзімізді өзіміз қорғамасақ, біз деген даладан адамдар бізді таптап өтетін. 2-ші этажға барды. Мына этаждың барлығы, мынау 2-ші этаж уланды. 10-11-ді шығарып жіберді, басқа жаққа сестің қыздары тұрды, үлкен солар айтты. Басқа жаққа барып қонасыздар ма деді. Біз енді біздің жақ болғаннан кейін ондай бізде ештеме болмағасын, біз үйімізде қалдық, көрерміз деп. Бүкіл нелер бірақ састап кеткен жоқ, сағат 1-ге дейін осы жерде жүрді олар. Жауапсыздығы, әрине жауапсыз. Әрбір адам өзіне жауап беру керек. Жек бар, жектің бастығын айту керек, сеск айту керек, сес шақыру керек қой үйге деген. Тем более ол тарақан емес, ол қандалаға жасап тұрған у. Қандаланың у деген, ол деген адамды білдірмей өлтіреді. Білдірмейді ол деген. Сондықтан бүкіл халыққа айтарым, сіздер жектің бастықтарына сеске мынандай сес шақырыңдар, үйлеріңді олайтын болсаңдар. Кеше бірақ мусорға матрас тастаған, сол матраста значит бар болып тұр ғой. Бұлар айтпай, көршілерге айтпай, айтқан жоқ ешкімге. 5-ші квартира олайтта үндемей кетіп қалады. Білмейді ешкім. Кім апарып тастады, ешкім білмейді, бізде бәрі скрытие. Бұл жауапсыздық.